Сәлем қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге Yamaha маркалы мотоциклге пероданы қалай ауыстыру керек, сол жайлы қысқаша көрсетіп өтемін. Міне мынау жаңадан алынған перодалар. Енді бұларды салудан бұрын міндетті түрде майға чылап алғанымыз дұрыс. Мынандай пакет дайындап қойдым. Осы пакетке салып таза майдан біраз құяйық. Егер мүмкіндік болса, бұларды біраз уақыт майға чылап қою керек. Енді ақырын алып шығып, бірден сала беруімізге болады. Енді мына қақпақтан мынандай соя бар. Бұл пероданы алғаш салған кезде пероданы реттейтін реттегіші. Қазір салып көрейік. Өзі көтеріп қалды, қолдарым. Содан кейін белгілі болады. Болттарын бәрін қатайтып болдық, бірақ мынада әлі бостық орын бар. Бұны бостық орын негізі көп қалмаған дұрыс. Hazır trildi. Sizlerge түсінікті болу үшін мен мынаны алып тастайын. Міне қазір бұралып мынау тірелді. Енді осыны сәл артқа таман бүттей бұрап, бүттей аз ғана бос қалдыруымыз керек. Ол мынаны мүлдем ажыратып тастамау үшін. Содан кейін барып сыртын қатайтып қоюымыз керек. Бұл пероданы ажырату үшін, егер бұда бостық орын көп қалатын болса, онда мына тростан көп жері реттеуге тура келеді, бостық. Сондықтан тек осыдан ғана реттесеңіздер, аз ғана бостық қалдырып, сол жеткілікті. Болды, қазір пероданы ауыстырып болдық, енді сыртқы қақпағын жапсақ болғаны.